Бүгін сіздерге сүт сепараторын қалай дұрыс құрастыру керегін кезең-кезеңімен көрсетемін. Егер сепараторды алғаш рет жинап жатсаңыз немесе ұмытып қалсаңыз, осы видеоны соңына дейін көріңіз. Барлығы түсінікті түрде көрсетемін. Егер видео пайдалы болса, лайк басып арнаға жазылып кетіңіз. Пікір білдіруді ұмытпаңыз. Бұл арнаның дамуына үлкен қолдау болады. Ақтың берекесі әр шаңырақтың молшылық тілейді. Енді сонымен бірінші кезекте мына негізгі мотор бөлігі, яғни Power Line тегіс жерге қоямыз. Одан кейін орталық бөліктеріне осы пластмассада жасалған бөлікті бекітеміз. Содан кейін міне бөлшектердің бәрін жаңағы кезең-кезеңмен қойып шығамыз. Ең бірінші алдымен екі кезеңнен тұрады ол бөлшектер. Біреуі жаңағы ең көп осы жерде қателеседі. Адамдар қателік жібереді. Бұл деген дискларында, яғни бұның біріншісі тегіс болса, екіншісі кішкентай бүдірлері болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бірінші кезекте бүдірлері бар дискіні саламыз, одан кейін тегіс дискіні саламыз. Осылай кезең-кезеңімен қойып шығамыз. Бір дискіден қате салсаңыз, сүтіңіз, яғни майлы шықпай қалады. Сүтіңіз қаймағыңыздағы қаймағыңыз бөлінбей қалады. Енді барабандарды кезең-кезеңімен осылай қойып шығамыз. Тек қана қате жібермеуіміз керек. Дискілерді жинап болғаннан соң үстіне мына сепараторлардың бекітеміз. Пластмассаны қоямыз бірінші, одан кейін мына қара бөлшектегі пластмассаны қоямыз. Қойғаннан кейін мына сызықта, яғни В деген жазу болу керек. Соған сызықты апарып бірдей етіп қоямыз. Міне дайын болды. Енді бұны, яғни өзіміздің сепараторға апарып үстіңгі бөлігін бекіткеннен кейін өзінің арнайы бекітетінмен бекітеміз. Міне осылай тегіс болу керек. Одан кейін барып сепараторға қазір бәрін бекітіп болғаннан кейін сепаратордың арнайы қойып осылай айналдырамыз. Айналдырып болғаннан кейін үстіне пластмассамызды қоямыз. Яғни бұл қаймақ ағызатыны, астыңғы аппарат ағызатыны, үстіңгі қаймақ ағызатыны. Яғни бұны біріншісінде астыңғы жағында сүт жүрсе, үстіңгі жағында қаймақ жүреді. Одан кейін осы пластмассаны қойып, үстіне міне дайын болды. Ендігі кезекте біз осының үстіне сүт құятын боламыз. Ыдысымыздағы сүтті қоямыз. Қосамыз. Бірінші қосқаннан кейін сүт. Міне осылай сүтімізді үстіне қойып, оның шүмектерінен бөлініп, бір жағынан сүтіміз ағып жатса, екінші жағынан мына қаймағымыз ағып жатыр. Өздеріңіз көріп тұрғандай, оңай, еш қиындығы жоқ. Көрдіңіздер ме? Міне ешқандай қиындығы жоқ. Егер де осы нұсқаулықтарды бұлжытпай қайталасаңыз, сепараторларыңыз сағат сияқты жұмыс істейтін болады. Егер видео пайдалы болса, лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі кезекте майдың жасалу жолын көрсетемін.